Біз бүгін сандар жиынын құрастыруды үйренеміз. Екінші А сынып оқушылары өз үйлерінің нөмірін жазып шықты. Қане, оларды атап шығайық. 12, 1, 4, 11, 3, 2, 5, 7, 16, 14, 49. Қалай ойлайсың, осы сандарды қандай жиындарға бөлуге болады? Дұрыс, бір таңбалы және екі таңбалы сандар жиыны. Бір таңбалы сандар жиынының элементтерін табайық. 1, 4, 7, 3, 5, 2. Енді екі таңбалы сандар жиынының элементтерін табайық. 12, 11, 16, 49, 14. Осы жиындардың элементтері сандар болғандықтан, бұл жиындар сандар жиыны деп аталады.